Не үшін Алла елшісі 3 рет әмин деді? Бұлай боларын ешбір сахаба білген жоқ. Ассаламу алейкум, құрметтім. Қазақ мұсылман блог каналыма қош келдіңіз. Әдеттегідей сізбен мен Мейіржан. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұлай істеуіне бір үлкен періштенің себебі болды. Ол үлкен періште кім? Пайғамбарымызға не деді? Осы жағдайды мен сізге баяндап беремін. Жақсылық пен ізгілікті таратқанға жақсылықты жасағанның сауабы жазылады демекші, каналымды қолдап, тіркелмей көріп жүрген болатын болсаңыз, тіркеліп, подписка жасап, лайк басып, және жақсы видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетіп, және айтарыңыз болатын болса, міндетті түрде комментарияға жаза кетіңіз. Осы айтылғандардың барлығын істеді деп ойлаймын. Осы айтылғандардың бәрін істедіңіз ғой. Онда тақырыбымызды тарқатайық. Анас ибн Маликтен, Алла одан разы болсын, жеткен мына бір хадисте, бірде Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам мешітте сахабалармен болған кезде мінберге көтеріледі. Және де сол мінберге көтеріліп бара жатқан кезде бірінші баспалдағын басып тұрған кезде әмин деді. Және екінші баспалдағына көтеріліп тұрып, тағы да әмин деді. Және үшінші баспалдағына көтеріліп тұрып, тағы да әмин деді. Мінберіне жайғасқан соң ардақты сахабалардың арасынан Муаз ибн Джабал деген сахаба, Алла одан разы болсын, тұрып, "Ва Алланың елшісі, сіздің осындай әрекет жасап 3 рет әмин деуіңізге не себепкер болды? Не жағдай болды?" деп сұрайды. Сол кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, "Маған Жибрил періште келді" дейді. Жибрил періште келіп, "Ва Мұхаммед, кімде кім Рамазан айына жетіп, Рамазан айының құрметі үшін кешірімге, мейірімге ие бола алмай, өмірден өтіп тозаққа кететін болса, онда ол Алланың мейірімінен алыстасын" деді. Мен әмин дедім. Екінші баспалдағына көтерілген кезімде, кімнің ата-анасы қартайған дәрежеге жеткен кезде, көркем мәміле қылып, жақсы көркем қарым-қатынас орнатпай, дүниеден өтіп тозаққа кететін болатын болса, Алла оны мейірімінен алыстатсын деді. Мен әмин дедім. Және үшінші баспалдаққа көтерілген кезімде маған айтты, "Ва Мұхаммед, кімде кім сенің есімің аталған кезде саған салауат айтпаған адам өмірден өтіп тозаққа кететін болса, Алла оны мейірімінен алыстатсын" деді. Мен әмин дедім. Енді құрметтім, қарап тұрсаңыз, Рамазан айының соңына да келіп жеттік. Әлбетте Аллах Тағаланың мейіріміне, кешіріміне, рахметіне бөленгендер, сауапқа қол жеткізгендер қол жеткізді. Ал енді ғапылдықта жүріп, күнәмен күн өткізіп жатқандарға қандай өкінішті. Әр отбасыда қарттар болмаса да, қарттары бар отбасы міндетті түрде табылады. Ол сіздің әжеңіз, атаңыз болуы мүмкін. Я болмаса сіздің туған әке-шешеңіз болуы мүмкін. Әл дәрмені бітіп, қарттықтың күйін кешіп, қуатсыздық, дәрменсіздіктің дәмін татып жүрген қарт әке-шешеге жақсы қарым-қатынас жасап, мейіріммен қарап, көркем мәміле орнатып, сауап табудың орнына тескері самал істеп, нашар мәміле жасап, Алланың мейірімінен алыстап, қор болып кетуден Аллах Тағала сізбен бізді сақтасын. Және бұндай жағдай қандай өкінішті. Сізбен біздің пайғамбарымыз, мейірім пайғамбары, рахмет, кешірім пайғамбары Мұхаммед деп айтылған кезде, сізбен бізге түсетін міндет не? Ол саллаллаху алейхи уассалам. Я болмаса, Алланың оған игілігімен сәлемі берекеті болсын деп салауат дұғасын айту. Егер сізбен біз осы салауат дұғасын лайықты түрде айта білетін болсақ, онда біз Аллах Тағаладан өзімізге 10 жақсылықты тілеген болып саналады екенбіз. Ал егер Мұхаммед деп айтылған кезде, біз егер үндемей, немқұрайлық танытып, өзімізге түк қатысы жоқ сыңай танытатын болсақ, ол біріншіден пайғамбарымызға деген құрметсіздік болады. Екіншіден, хадисте келгендей, кімде кім менің атым атылған кезде маған салауат айтпаған адам болатын болса, ол нағыз сараң адам деген. Сараң адамдардың қатарына кіреді екенбіз. Ал енді үшіншіден, жаңағы Жибрил періштенің теріс батасына, теріс дұғасына ілігіп кету қаупі өте жоғары болады екен. Ал енді құрметтім, кімде кім Аллаға толығымен бойұсынып, шынайы құл бола білген адам мына дүниеде де және ақиретте де толығымен жетістікке жеткені. Ал егер кімде кім Құдайдан бас тартып, Құдаймен шаруасы болмай, керісінше күнәға бет бұратын болса, онда мына дүниеде де және ақиретте де құрдымға кеткені. Аллах Тағаланың сәлемі, игілігі, жақсылығы, берекеті сізбен бізге болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.